Сәлем баршаңызға. Бүгін біз шоколадный пирог жасайтын боламыз. Дәмі тіл үйіретін өте дәмді болып шығады. Ал ендеше кеттік. Керекті заттар: ұн, сүт, сұйық май, қант, какао, жұмыртқа және де қопсытқыш керек болады. Тысымызға 16 ас қасық ұнды салып аламыз. Және де оған 4 ас қасық какао мен 8 ас қасық қантымызды салып аламыз. 12 ас қасық сүт, 10 ас қасық сұйық май және де 2 чайный ложка қопсытқышымызды салып аламыз. Оның үстінен 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін әдемілеп араластырамыз. Мен басында қасықпен араластырдым. Ал содан кейін миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай шоколадный қою масса шығады, бірақ қатты қою емес. Бұны тағы да лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Массамызды арнайы силиконовый формаға құйып аламыз. Массамыз сыртқа ағып кетпеу үшін мен оның сыртынан тағы да дөңгелек формаға салып пісіріп алдым. Бетін әдемілеп біркелкі қылып тегістейміз және де оны 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Оның піскен ұзын таяқ, яғни шпажка арқылы біле аламыз. Біздің пирогымыз әдемі болып көтерілді. Ендеше кремін дайындаймыз. Салқын кілегей қосамыз. Міндетті түрде салқын болу керек. Кілегейіміз 6-7 сағат тоңазытқышта тұрғаны дұрыс. Кілегейіміз қоюланғанша миксермен тоқтатпай араластырып тұрамыз. Міне біздің кілегейіміз қоюланды. Оның үстінен 3-4 ас қасық қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағынан кейін 1 ас қасық сметана, яғни қаймағымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Бір-бірімен жақсылап араласып, ыдыстан төгілмейтіндей қою болады. Ал енді пирогымызды жинақтаймыз. Мен пирогты ортасынан бөлдім. Жаңағы кремімізді ортасына салып, әдемілеп жағып аламыз. Біркелкі болғанша. Мен ортасына қарақаттар салдым дәм беру үшін. Сіздер оны салмасаңыздар да болады. Салмасаңыздар да өте дәмді, тәтті болып шығады. Және де пирогымыздың керек емес жерлерін кесіп тастап, оны ұнтақтап, осылай арасына да салып қойдым. Енді біз жаңағы басын жауып аламыз, әдемілеп ажырап кетпейтіндей басып аламыз. Бізде өте әдемі пирог шықты, дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын.